Сәлеметсіздер ме? Бұл ағылшын тілі 0-ден бастап видео сабақтарының 3-ші бөлімі. Алдыңғы сабақта біз дауысты әріптердің оқылуын қарастырған болатынбыз. Бүгінгі сабақта дауыссыз әріптерді өтеміз. Дауыссыз әріптердің көбісі алфавиттегідей дыбысталады. B әрпі Б болып оқылады. Bag сөмке, box қорап. D әрпі Д болып оқылады. Do жасау. Good жақсы. F әрпі Ф болып дыбысталады. Мысалға face бет, адамның бет жүзі өңі. Fly ұшу. H әрпі Х болып оқылады. Мысалға he ол ер адамдарға. Has ода бар, яғни ол адамда бар деген етістіктің ағылшынша түрі. Х дыбысы қазақша Х дыбысының әлсіздеу шығады, тек дем шығару арқылы ғына. J әрпі Ж болып оқылады. Job жұмыс. Juice шырын. K әрпі К болып оқылады. Look қарау. Speak сөйлеу. L әрпі Л болып оқылады. Мысалға blue көгілдір. Girl қыз бала. М әрпі М болып дыбысталады. Meet кездесу. Time уақыт. Н әрпі Н болып оқылады. Мысалы name адамның аты, есімі. Man ер адам, ер кісі. П әрпі П болып оқылады. Мысалы pen қаламсап. Shop дүкен. R әрпі Р болып оқылады. Мысалы red қызыл. America Америка. Р дыбысы қазақша Р дыбысының жұмсақ Ж мен Р әріптерінің арасында. Р. Т әрпі Т болып дыбысталады. Мысалы time уақыт. City қала. V әрпі В болып оқылады. Мысалға give беру. Live өмір сүру. W әрпі В болып оқылады. Мысалы we біз. Well жақсы. В дыбысы тек ерін арқылы ғана айтылады. Яғни ерін дөңгеленіп, ілгері қарай шығу керек. В. Z әрпі З болып оқылады. Мысалы zoo хайуанаттар бағы. Zebra ала құлан. Дауыссыз әріптердің ішінде де өзгеше оқылатын әріптер бар. Мысалы С әрпі С және К болып оқылуы мүмкін. Мысалы face адамның беті, жүзі. City қала. Car көлік. Can істей алу. Мынандай ережелер қолданылады. E, I, Y әріптерінің алдында С әрпі С болып оқылады. Қалған жағдайларда К болып оқылады. G әрпі Ж және Г болып оқылуы мүмкін. Мысалы page бет. Jean bag сөмке. Good жақсы. Ереже алдыңғыға ұқсас келеді. E, I,
y әріптерінің алдында ж болып оқылады. Қалған уақыттарда г болып дыбысталады. Бірақ ерекшеліктер, яғни исключениялар бар. Get алу, give беру, girl қыз. Сондықтан ағылшын сөздерінің дұрыс оқылуын білу үшін әрқашан сөздіктен транскрипциясын оқу керек. S әрпі с және з болып оқылуы мүмкін. Мысалы, see көру, bus автобус, has ода бар, please мархабат өтініш. X әрпі кс болып оқылуы мүмкін және гз болып оқылуы мүмкін. Box қорап, box. Taxi такси. Examine гз, examine тексеру. Exactly анық, дәл солай. Енді дауыссыз әріптердің тіркесі қалай оқылатындығын қарастырайық. C және K әріптерінің тіркесі к болып оқылады. Black қара, quick жылдам. S және H әріптері ш деген дыбыс береді. She ол қыз балаға, show көрсету. C және H әріптерінің тіркесі ч болып оқылады. Мысалы, chair орындық, lunch түскі ас. Q және U әріптерінің тіркесі q болып оқылады, яғни екі дыбыс к және в. Мысалы, quick жылдам, question сұрақ. N және G әріптерінің тіркесі дыбысын береді. Қазақ тіліндегі аң деген сөздегі секілді. Sing ән айту, morning таңертең, song ән, evening кеш. K әрпінің алдында N әрпі дәл алдыңғы дыбысын шығарады. Link сілтеме, think ойлану. Енді ақыры T және H әріптерінің тіркесіне де келіп жеттік. Бұны тістер арасындағы дыбыс береді. Немесе сақау с мен сақау з. Қазақ тілінде бұндай дыбыстар жоқ болғандықтан дыбыстап үйренуіміз керек. Менің артымнан с әрпін дыбыстап көріңіз. Енді тіліңіздің ұшын тістер арасында шығарыңыз. С, th. Сол кезде сақау болып естіледі. Енді келесі з әрпінің дыбыстаңыз. Тағы да тіліңіздің ұшын тістер арасына шығарыңыз. З, в, з, в. Thing зат, нәрсе. Thing, think ойлану. Think. Thank you рахмет. Thank you. This мынау. That анау. That. They олар. They. Ағылшын тілінде қосарланған дауыссыздар бір дыбыс береді. Мысалы, small кішкентай. Small. Add қосу. Add. Енді ағылшынша сөздерді оқиық. Менің артымнан қайталаңыз. Car көлік. Bag сөмке. Give беру. Show көрсету. Face адамның түрі, беті. Speak сөйлеу. Pen қалам. Red қызыл. Get алу. Box қорап. Black қара. Sing өлең айту.
song, ән. Well, жақсы, істеу ретінде қолданылады. Good, жақсы, сын есім ретінде қолданылады. Question, сұрақ. Thing, зат, нәрсе. Think, ойлану. This, мынау. They, олар. Ал енді сіз бір сөзден оқисыз, мен сіздің артыңыздан қайталаймын. Car, bag, give, show, face, speak, pen, red, get, box, black, sing, song, well, good, question, thing, think, this, they. Ағылшын тілінде сөздердің оқылуы әрқашанда ережелерге бағынбайды. Көптеген ерекше жағдайлар бар. Сондықтан әрқашан сөздікке көз жүгіртіп, транскрипциясына назар аударып отырыңыз. Яғни сол сөздің оқылуы. Сол ерекше жағдайлардың кейбірін қарастырып өтейік. O, U, G, H әріптерінің тіркесі төмендегі 5 сөзде 5 түрлі оқылады. Plow, жер жырту. Though, бірақ, дегенмен. Cuff, жөтелу. Through, арқылы, ішінен тесіп өту, яғни бір жер арқылы. Enough, жеткілікті. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл 5 түрде осы әріптердің тіркесі 5 түрлі оқылып тұр. Сондықтан әрқашан транскрипциясына назар аударуыңыз керек. Назарларыңызға рахмет. Біздің ВКонтакте әлеуметтік желіміздегі группамызға жазылыңыздар.